Достар, эксперимент жасаймыз қазір. Global кофе тексеруден өте ме өтпей ме қараңыз. Міне достар, кофені алдық, американо черный кофе. Бұл енді қайнап тұрған кофе ғой, ыстықта мысалы ше, қараңыз да. Енді бұл жерде біз мынандай эксперимент жүргіземіз қазір. Мынаның ішінде пластик бар ма? Полиэтилен дейді ғой, кәдімгі. Пленка дейміз біз, салафан дейміз, әртүрлі. Сондай нәрсе болуы мүмкін ба деген. Біз мынандай ақ стаканмен ішеміз ғой, одноразовый ше. Бұған мысалы ыстық су, шай құйып ішеді біреулер обедте. Бұл онкология, кәдімгі рактың ең бірінші себепкері осы да, достар. Осындай нәрсе мынаның ішінде бар ма, жоқ па, көру керек болып тұр ғой бізге. Қазір ол үшін бүйтеміз міне. Мынаны бүйтіп аламыз да, міне жай тырнап көреміз, осылай тырнақпен тырнаймыз, ішінде пленка болса, соған тірелу керек та. Осылай көреміз, міне ешқандай пленка жоқ сияқты, жыртып көрейік, жыртылама, оңай жыртылып жатыр. Көрдіңіз ба? Ал міне былайынан жыртсақ, вообще оңай, арасында вроде ешқандай пленка жоқ, пластик жоқ, міне бүйтіп жыртып, майда қағаз, мынау да қағаз. Көрдіңіз ба? Арнайы технологияны түбіде неғып мүжіліп қалмайды десеңіз, бұл да арнайы технологиямен жасалған қағаз, достар. Міне оңай жыртылып жатыр да. Негізі жыртылмау керек, егер пластик болатын болса ше, яғни созылып андай басқаша болып кету керек. Бұл міне таза қағаз, смело іше беруге болады. Жалпы пластик стаканға жоламаңыздар, достар.